Ассалаумағалейкум, армысың қазағым, айтпасқа болмас. Қаңды қаңтарда белсенділік танытқан, халық үшін, ел үшін ерлік көрсетіп, өзі еркек болмаса да, әйел болса да, әйел мінезіменен еркекпін демей, еркек болмасам да әйелдік ер мінезім бар деп, қаңтарда үлкен белсенділік танытқан қаңтаршы қызымыз, елдің мүддесін ойлаған Әйгерім Тілеужан есімді белсенді қызымыз, біреуге қарындас, біреуге апа, біреудің қызы Алматыда қамалып жатқан білесіз. Кеше жақында оның жамбасына жара шыққан дейді. Сол жараны емдемей түрменің ішінде кесіп тастапты. Кейін ол қайтадан шығып іріңдесіп, енді Іле ауданының ауруханасына алып келіпті. Ол жерде де мынау құқық қорғау органдары жатқызбай, оны қайтадан абақтыға қамапты алып келіп. Енді бұны анасы мәлімдеп отыр, өзінің анасы. Енді бауырларым, осы видеоны таратып, барынша белсенділік танытайық. Әйгерім Тілеужан қыздарыңызды бостандыққа шығаруды барынша атсалысу керек ағайындар. Бұл жақсылыққа алып бармайды. Баяғыда қазақтың батыры Кенесары хан елінде бір қыз жылаған болса, сол қыздың көз жасы үшін бүкіл қаланы төңкеріп тастаған емес пе? Ал біз неге бір шіріген Боқ сұлтанның системасындағы өкіметті, соның системасын қопарып тастауға күшіміз жетпей ма? Әліміз жетпей ма? Бізде күш бар ғой. Бізде қару болмаса да бізде интернет құралдары бар. Бізде әлеуметтік желісі бар. Бүкіл елге тарататын болсақ, бүкіл елге масқарасын шығарып, біздің белсенділерді бостандыққа шығарып аламыз деген біздің үлкен ойымыз бар. Сондықтан ағайын, бір-бірімізді қолдап, бір-біріміздің осы видеомызға репост жасап, алдағы уақытта бір-бірімізге демеу беріп, қолдау көрсетейік ағайындар. Бұл Боқ сұлтанның шіріген жүйесі бізге Кенесары хан қырып тастаған жоңғарлардың әскеріндей күшті әскер емес, күшті ондай империя емес. Сондықтан бауырлар, бір-бірімізді қолдайық. Оян қазақ, қасқыр мінезді қазақ, көтер басты!